2 август жұма күні біздің ауыл сыртында қазылып жатқан канал арығымыз жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Жаман емес. Осындай қалыппен әрі қарай жұмыстарын жалғастыра беретін болса, онда осындай қарқынмен онда біраз жұмыстар биыл бітеді. Мінекей мынау тұрғанның барлығы лесопаласа ағаштар. Бұл осының арасында мынау қар ұстайды. Және нөмір 2-ші біздің ауылымызға осы жақтан су келеді. Себебі бұл жақтың барлығы қыр. Яғни ана жақтың барлығы біздің ауылымыз өзі. Мінекей мына жақ қыр, ана жақтың бәрі сай. Осы жерден барады біздің ана отырған біздің мектебіміз. Сол жерге барып екіге айырылып, біреу мектептің сол жағынан, біреу біздің ауылға оң жақтан кіреді. Ауылға кіріп атқан 50% су осы қырдан келеді. Осы қырдан келеді. 50% су ауылға кіретін. Енді сәтін салып, барлығы ойдағыдай болып, мынау арығымыз, үлкен арығымыз қазылып бітсе, онда осынша су ауылға кірмейді деген сөз. Және енді 50% су ауылға кірмейтін болса, қалғандары үлкен арықтар, арық мәселесін шешілсе, онда бізге ауылымызға, тұрғындарға өте қолайлы және жақсы болушы еді. Яғни ауылымызда су болмайды. Жақсы енді.